Бәріңізге қайырлы күн достар. Бүгін осындай өте дәмді қуырылған қытырлақ шпаралар дайындаған болатынмын. Құрамы өте оңай, бір жасағаннан сәтті шығатын рецепт балаларыңызға міндетті түрде ұнайды. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ыдысымызға 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қантымызды және жылы суымызды құямыз. 1 жұмыртқамызды жарып, тұзымыз бен қантымыз ерігенше сәл араластырып аламыз. Енді ерітілген сары майымызды құйып, араластырып аламыз. Ұнымызды 2 бөлікке қоса отырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Мен бұл жерде достар 2 порция дайындап жатырмын. Сіздер үшін 1 порцияның рецебін төменге описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Міне қамыр осындай жұмсақ болу керек. Енді осы қамырымызды қазір пакетке салып, жарты сағатқа морозильникке сала тұрамыз. Осы уақытта біз салмасын дайындап қоюымыз керек. Салмасына бізге 3-4 дана картоп керек. Мен 2 порция дайындап жатқандықтан мен көбірек алдым. Және де 1 бас пиязымызды майдалап турап аламыз. Осы майдалап туралған пиязымызды табамызға аздаған май құйып, сарғайып, қызарғанша қуырып алатын боламыз. Пиязымыз күйіп кетпеу керек. Мұнда пияздың күйген дәмі шығып тұратын болады. Картоптарымызды жақсылап осылай майдалап, түйіршік қалмайтындай етіп езіп аламыз. Жаңағы сарғайып қуырылған пияздарымызды үстіне салып, дәміне қарай 1 шай қасық тұз қостым, 1 шай қасық паприка және де жарты шай қасық қара бұрыш қостым. Паприка қоспау өз еріктеріңізде, тұз бен қара бұрыш қосып жасасаңыздар да өте дәмді болып шығады. Осымен біздің салмамыз дайын. Енді қазір шпараларымызды жасауға кірісеміз. Морозильниктен қамырымызды шығарып 2 бөлікке бөліп аласыздар. Мен 4 бөлікке бөлемін. Енді ұн себе отырып, қамырымызды жұқалап жайып аламыз. Мантының қамырына жайғандай етіп, бір тегіс етіп жаямыз. Біздің қамырымыз өте жеңіл жайылады. Міне қамырымыз осындай жұқа болу керек. Енді ерек кескіштің болмаса пышақпен осылай видеодағыдай кесіп аламыз кішкентай бөліктерге. Осы кесілген бөліктеріміздің үстіне қасық ұшымен салмамызды салып шығамыз. Жасалу жолы өте оңай, дәл пельменді түйгенді етіп жасалады. Шпараларымызды бекіткен кезде 2 бетін жақсылап мықтап бекітуіміз керек, ішіндегі салмасы шығып кетпейтіндей. Майға түскен кезде кейде салмасы шығып кететін болса, майымыз көпіріп, шпараларымыз дұрыс қуырылмай, берекеңізді алуы мүмкін. Міне шпаралар осылай әдемі болып түйіледі. Енді қызып тұрған майымызға салып қуырып ала берсек болады.
бұл тұшпаралар тез піседі, сондықтан қасынан ұзамай екінші бетіне сарғайған бетте ауыстырып пісіре береміз. Міне қуырылған тұшпаралар дайын болды. Өте әдемі болып шыққан, және де қытырлақ болады. Балаларыңызға жасап берсеңіздер, балаларыңыз кәдімгідей қуанып қалатын болады. Бір жасағаннан шығатын сәтті рецепт. Осы менің рецептіммен жасап көріңіздер. Жасап көрген болсаңыздар, комментарийға міндетті түрде жазып кетсеңіздер болады. Достар, барлық рецепт описанияда, жасап көріңіздер.